Қазақтар 70 жыл КСРО құрамында болғанда көптеген өзгерістер болды. Кеңес одағында білім алған адамдарға 20 ғасырдан бұрын болған қазақ тарихын зерттеуге тыйым салды. 20 ғасырдың қазақтарына тарихтан тек Ресей империясы, Сталин, Ленин екінші дүниежүзілік соғысты үйретумен шектелді. Қазақтардың тарихы барлық жерден бұрмаланып, оқуға тыйым салды. Тәуелсіз Қазақстан тарихында қазақтарға 550 жыл ғана болды деп келді. Мен бүгінгі видеодан қазақтар қашан пайда болғандығын және бізге оқытып жүрген Қазақстан тарихы қаншалықты шындыққа жанасатындығын айтатын боламын. Әлемді 2000 жыл билеген түркілер үшін 18-20 ғасырларда өзара соғысып әлсіреп құлдырау заманы басталды. Көптеген түркі империялары құлап, орнына Ресей, Иран, Қытай мемлекеттері келді. Осылардың ішінде Ресей империясының жерінің 90%-ы Сібір мен Орта Азиядан бастап күллі қиыр шығыста Жапонияға дейін түркілердің жері болатын. Екатерина II қазақтар өздерінің кім екенін білсе, әлемді жаулап алады деп өсиет айтты. Екатеринаның өсиеті бойынша коммунистер қатты жұмыс істеді. Түркілерді жою екі бағытта жоспарланды. Бірінші бағыт – барлық түркі елдерін бір-біріне айдап салу. Өзбектерді, башқұрттарды, қырғыздарды қазаққа айдап салды. Түнделетіп башқұрт ауылдарын шауып, қазақтар шапқандай із қалдырып, таңертең жалданған өтірік куәгерлер қазақтар келді деп айдап салды. Кенесарының басын қырғыздарға шаптыртып, және бұл саясат 20 ғасырға дейін жалғасты. Одан кейін қырып жоюды орыстар өз қолдарына алып, 30 жылдардағы қолдан жасалған аштық, қазақ зиялыларын атып тастау, ядролық жарылыс ұйымдастырудың жерлерді игеріп, жерлерді құнарсыз ету, кәріс, дүнген немістерді алып келіп, қазақты дүбәралау, қазақ санын азайтып, жерді босату үшін жасалған болатын. Екінші кезеңде тірі қалған қазақтарды мәңгүрттеп, рухын, тарихын өшіруге бағытталды. Түркілердің тарихын жаппай бұрмалап өзге халықтарға арнап жіберді. Өздеріңіз ойлап көріңіздер, КСРО жерінің 90%-ы түркілердікі болғанмен қоймай, миллиондаған түркілер өмір сүріп жатты. Оларға шынайы тарихты оқытса, аварлар, хазарлар Алтын Орда кезеңінде орыстарды қалай езгіде ұстағанын білсе, әрине бас көтеріп тәуелсіздікке ұмтылар еді. Сондықтан тарихты бұрмалау коммунистердің үлкен идеологиясы болатын. Сталиннің жеке бұйрығы бойынша осетиндік тарихшы Абаев сақтарды парсы тілді деп жариялады. Ғұндар жойылып кеткен халықтар, ал Шыңғысхан моңғол деп жазылды. Қазірдің өзінде қазақтар жайлы негізгі анықтама беретін Қазақстан тарихын алып қарастыратын болсақ, біз қазақтардың жауынгерлігі жайлы мәлімет көре алмаймыз. Ежелгі түркілер біраз жерді жаулап барғаны көзі ашық тарихшыларға мәлім. Бірақ біз кітаптарымыздан сақтардың томирисі мен шырақтың ерлігі, ғұндардың мүддесінің жерге қатысты айтқан сөзінен басқа ешнәрсе байқамаймыз. Орыстарды құл қылған хазар, авар және Иранды аяғына салған Парфиян, Эфталит, ақ қойлылар сынды қазақтарға тікелей қатысты аталарымыздың тарихы мүлдем айтылмайды. Оның орнына 6 сыныпта тас ғасырындағы өтірік эволюция, маймыл адам, питикантроп, синотроп, неандерталдарды айтса, 8-9 сыныптарда қазақтардың жоңғарлардан жеңіліп Ресейге бодан болғанын жар салады. Өкінішке орай, біздің елде тәуелсіз, шындықты айтатын тарихшылар жұмыс істемейді. Бар болса да, олардың еңбектері ескерусіз қалады. Орыстардың жазып берген көп жері өтірікпен өзгертуді қажет ететін тарихымен қаншама жастардың санасы уланып жатыр. Сіздер Ресейдің тарих кітаптарын ашып көрсеңіздер, олар 2000 жыл бойы түркілерге бодан болып тапталып жатса да, оларға қатысты ешнәрсе кездестіре алмайсыздар. Тек 13 ғасыр деп, бір-екі бетке Бату ханның шабуылын татарская ига деп жылы жауып қойса, артынша 1700 жыл басталып, Петр I мен Ресей империясы айтылып кетеді. Қазақтарды еске алмастан Наполеон мен Гитлерді қалай ойсырата жеңіп шыққанын мақтана жазады. Ал біздің тарихта қазақтардың сәтсіз кезеңдерін теріп жазған. Енді қазақ-жоңғар соғыстарын шындығын айтатын болсақ, 15 ғасырдың ортасында Үстемір Тайшы бастаған жоңғарлар Әбілхайыр хандығына ауыр соққы берді. Сол уақытта қазақ хандығы құрылуымен Керей мен Жәнібек Моғолстан ханы Есен-Бұға мен жоңғарларға қарсы әскери одақ құрып, сәтті түрде қорғана білді. 16 ғасырда қазақ ханы Тәуекел жоңғар жерін жаулап алды. Жоңғарлар қазақтардың билігін мойындап, Тәуекел хан інісін жоңғар тағына отырғызды. Жоңғарлар 50 жылдай қазақтардың боданында болды. Өкінішке орай бұл жайлы айтылмайды. Қазақтарда таққа талас болғандықтан жоңғарлар тәуелсіздік алып 1643 жылы Батыр Қонтайшы бастаған 50 000 жоңғар әскері басып кірді.
Жәңгір хан 600 әскермен жоңғарды тоқтатып қуып шықты. Орыстар Ринатты жіберіп жоңғарларға зеңбірек жасап беріп қару-жарақ сатуына байланысты және қазақтар 300-ге бөлініп кеткендіктен 1702 жылдан бастап жоңғарлар сәтті түрде жорықтар ұйымдастырды. Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Сұлама кезеңдерінде қазақтар зор зиян шекті. Дегенмен қазақтар тез арада бас қосып Аңырақай сынды ірі шайқастарда жоңғарлардың негізгі әскері жеңіліс тапты. 1755 жылы жоңғар мемлекеті жер бетінен жойылып кетті. Қытайлар дайын асқа тық қасық болып қазақтар әлсіреткен жоңғар мемлекетін жаулап алды. Көріп отырғандарымыздай жоңғарлар бар болғаны 50 жылдан аса үстемдік етсе де, біз тарихтан бейде бір 1000 жыл үстемдік еткендей оқимыз. Шетелдік адам немесе тарихты жөнді білмейтін адам оқыса, бейшара қазақтар бәрінен таяқ жеп жүрген екен деген ой қалыптасады. Тәуелсіз Қазақстанда шыққан тарихи кинолардың бәрінде тек қана жоңғарлар жайлы айтылады. Бейне бір қазақтарда жоңғарлардан басқа жау болмағандай. Әлемнің қандай ел болмасын, тарих кітаптарына тек батырлар мен жеңістерін паш етіп жазады. Алысқа бармай Турцияны қарасаңыз, 19 ғасырда Осман империясы барлық жақтардан жеңіліп жатты. Оны ауру мемлекет деп те атады. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңілісін түрік тарихшылары дұрыс емес одақтас таңдағандықтан деп жылы жаба салды. Бірақ түріктер ол кезеңдерді еске алмайды. Олар өздерінің алтын ғасырын селжұқтар, Ертұғырылды, Сұлтан Сүлейманды айтып мақтанады. Киноны көрген адамдар түріктер жауырыны жерге тимей нағыз империя құрған деген ой қалыптасып, патриоттыққа тәрбиелейді. Ал біздің 30 жылдық тәуелсіздігімізде шыққан киноның бәрі жоңғарлардан айналып шыға алмады. Әрине, Бейбарыс, Мөтехан, Күлтегін, Білге хандарды айтып жүздеген Голливудқа жететін кино түсіруге болар еді. Сонда ғана қазақтардың рухы көтеріліп патриоттық сезім қалыптасар еді. Бірақ біздікінің бәрі жерге тығу. Томирис киносында мүлдем көңілім толмады. Егер мұқият қарасаңыздар, сақтарды кір-қожалақ, қолдары кір-кір қылып түсірген. Ал сақ патшасының шатыры бір үйі жоқ адамның лашығы сияқты. Ал парсы патшасы кирді таза жерде мәдениетті адам қылып көрсеткен. Әрине, сақтардың ұрпақтары сақтарды солай қорлауы өкінішті. Маған кейбір адамдар өткенді айтып қайтесің, одан да биліктегі ұрыларды қазіргі жағдайда айтпайсың ба деп жатады. Биліктегілерді жамандайтын жүздеген басқа арналар толып жатыр. Өзіңді және кім болғаныңды білмей жатып, мықты мемлекет құруға талпыныс жасай алмайсың. Мысалы, Германия өздері арийге түк қатысы жоқ болса да әлемді жаулап алуды көздеген Гитлер немістерге біз арийдің ұрпақтарымыз арийлерде әлемді жаулап алған. Олардың ұрпақтары таза қанды немістер әлемді билеу керек деп жар салды. Аталарымыз сұмдық болыпты деп сенген немістер бірнеше жылдың ішінде Германия тарихында ешқашан болмаған деңгейге жетіп, Мәскеуден Португалияға дейін Европаны жаулап алды. Ұлттық сана сезімін империалистік деңгейге жеткізген Гитлер әскерін әлемнің ең мықты елдері ақш, Британия, КСР, Үндістан жабылып жатып әрең жеңді. Өз тарихында жеңімпаз аталарының ерлігін жеткізу өте маңызды. Ата-бабамыздың кім болғанын білу арқылы жас ұрпақтың ой-өрісі мен берік рухы қалыптасады. Ежелгі түркілерде ауыз әдебиеті жақсы сақталып, балаларына кішкентай кезінен батырлар жырын айтып, сенің атаң жалғыз өзі барып жаудың 1000 адамын қырып жіберген, сен соның ұрпағысың, атаң істегенді сен де істей аласың деп үйреткен. Шыңғысханның өзі де бала кезінде Алпамыс батыр жырын естіп өскен. Мөдехан жайлы айтқан сөздері де кездеседі. Алпамыс пен Мөдеге еліктеп өскен Шыңғысхан ержеткенде 100 000 әскермен 40 миллион Қытайдың аяғын аспаннан келтірді. Сол түркілердің ұрпағы болатын, ұрпақтарын тек батыр болуға тәрбиелеп келген біздің елімізді бар болғаны 70 жылдың ішінде ұлттық сана сезімін ұмыттырып, тарихын бұрмалап жерге тығып жіберді. Орыс идеологиясы бойынша қазір еститініміз аңқау қазақтар, жалқаулар жиналып алып қолдарынан түк келмейді деген сөздермен құлдық сана сезім қалыптастырған. Біз бұл жағдайдан тезірек арылуымыз керек. Біздің тарихымыз орыстардікіндей өтірік, немістердікіндей қиялдан құралмаған шынайы тарих. Кітаптан жоңғар шапқыншылығы мен КСР дәуірін алып тастап, Жоңғариядан Португалияға дейін жаулап барған ғұндар мен бар болғаны 20 жылда Кореядан Византияға дейін жеткен түркі хандықтарын ерлігін паш етіп қайтадан халықтың империалистік сана сезімін рухын оятуымыз керек. КСР-ның енгізіп берген эволюция ұғымын алып тастауымыз керек. Бұл атеистердің шығарған ілімі ұзақ жылдар бойы тас ғасырының адамы деп Британияның белді музейінде сақталып келген сүйекті кейінгі зерттеушілер зерттеп қарағанда шошқаның басы болып шықты. Құранда Алла тағала адамның адам мен Хауадан шыққандығын нақты түрде баяндаған.
кім бұған сенбей адам маймылдан шыққан десе тілінен шығады. Жалпы мен ағылшын тілінде білгендіктен шетел азаматтарымен сөйлесіп тұрамын. Ирандықтармен бірнеше рет сөйлескенде болатынмын. Сонда олар Қазақстан жайлы не білесіңдер деп сұрағанымда, олар Қазақстан бұрын Парсы империясының бөлігі болған деп жауап береді. Сонда мен оларға парсылар құрған Ахеменид, Сасанид, Саманид империясын көрсетіп, сендер бұл картадан Қазақстанда көріп тұрсыңдар ма? Сендер ешқашан бізді жаулаған жоқсыңдар. Жаулаймын деп келген кездеріңде Кирдің басын шауып, Дарийдің әскерін қырып жіберген деп нақты дәлелдер келтіріп көздерін жеткіздім. Шындығында Иранды 1000 жыл қазақтар, өзбектер, түркмендер, әзірбайжандар басқарған болатын. Иранды газнавидтер, селжұқтар, хорезмдер, елхандар, артынша Дулаттың ақ қойлысы мен қара қойлысы, жалайырлар, темір мемлекеті, сефевидтер, қаджарлар, афшариттер деген түркі династиялары 1000 жыл бойы басқарып келсе де, Иран тарихында олардың бәрін парсылармен қатынастырып Персидская империя деп оқытады. Сондықтан оларда империалистік көзқарас қалыптасқан. Ал біздің Қазақстан тарихы кітабында аталарымыздың толассыз жеңістер шырқылудың орнына жоңғар мен орыстан болған санаулы жеңілістерімізді бүкіл кітапқа толтырып жазғаны өкінішті. Көптеген қазақтардың пікірінше, қазақтар 550 жыл бұрын пайда болған. Одан бұрын қазақтар болмаған, қалыптаспаған деп жатады. Ал Египет, Қытайдың тарихы қанша деп сұрасаң 5000 жыл дейді. Жарайды, біздің заманымыздың 1 ғасырындағы немесе орта ғасырдағы әлем картасын ашыңыз. Сосын тарихымыз терең деп мақтанатын Иран мен Қытай деген мемлекетті көрмейсіз. Иранның орнына Сасанид, Қытайдың орнына Хань, Мин, Таң, Цин, Сун деген мемлекеттерді көресіз. Ал Иран мен Қытай деген атаулар тек 20 ғасырда пайда болған. Бұл елдерге барып сендер 100 жыл бұрын пайда болғансыңдар, сендерден бұрын Мин, Таң, Сун болған деп айтсаңыздар, бастарыңыздан бір ұрып сен не деп сандырақтап тұрсың деп айтар еді. Тіпті немістердің өзі де Пруссия деп аталған. Бірақ олар Пруссия бөлек, неміс бөлек деп айтпайды. Қазақ хандығы 1465 жылы құрылса да, оны құраған Найман, Адай, Дулат үйсіндер сонау сақ заманынан бері айтылып келуі біздің тарихымыздың өте тереңде жатқандығының дәлелі. Қазақтар 550 жыл бұрын жер бетінен пайда болып кетіп немесе аспаннан түсе қалған жоқ. Біз сақтардың, ғұндардың, сарматтардың, эфталиттердің тікелей мұрагері және ұрпағымыз. Ал оларды қазақтан бөліп қарастыратындар өз тарихын жерге көміп таптап жатыр. Маған көптеген пікірлер келіп жатады. Неге Шыңғыс ханды қазақ дейсің, бүкіл әлем оны моңғол деп отырғанда сен қайдан алдың деп наразылық білдіріп жатады. Сол үшін бұл видеода осы сұрақтардың жауабын беруді көздедім. Сіздер Шыңғысқа моңғол демес бұрын оның моңғол екенін дәлелдеулеріңіз керек. Ал мен Шыңғыс ханның қазақ екендігін дәлелдеймін. Әуелі Шыңғыс хан империясындағы жер-су адам аттарын алайық. Тоқтабеке, Шеге құдық, Хасар, Жебе, Көкетай, Сүбедей, Төле сынды есімдердің бәрі түрік есімдері. Бұны әрбір қазақша сөйлей алатын адамдар мойындайды. Дәл қазір Google'дан моңғол есімдері деп қарастырсаңыз, осылардың біреуіне ұқсаған есімді кездестіре алмайсыз. Шыңғыс империясының астанасы Қарақорым деп аталады. Бұл біздің қара шаңырақ деген сөзімізді білдіреді. Бүкіл әлем мойындады деген сұрақтың жауабы КСРО жабық мемлекет болатын. Және коммунист тарихшылары не деп жазса, әлем тарихына солай жазылып кетті. Енді келіп ағылшын, неміс тарихшылары жылы орнын тастап, біз үшін күрделі жұмыстар жасамайды. Қазақ тарихшылары өздері іздеп әлемге дәлелдеу керек. Шыңғыс хан қазіргі Шығыс Қазақстан аумағы бұқтырма аймағында өмір сүрген. Шыңғыс ханның солтүстік шығысында Алтай тауларының жанында Наймандар, қазіргі Моңғолия жерінде Керей, Жалайлар мекендеген. Ал Қазақстан аумағының көпшілігін қыпшақтар, одан кейін Арғын, Дулат, Үйсіндер, Қаңлылар мекендеген. Моңғолия аумағы ол кезде өте нашар, егін егуге, мал жаюға тиімсіз болды. Ол жақтағы түркілер әрдайым аштық пен жұтқа тап болып жатты. Ал Дешті Қыпшақ нағыз шұрайлы, өнімді жер болатын. Шыңғыс хан Қыпшақ, Арғын, Үйсіндерді бағындырған соң, Найман, Керей, Қоңырат, Жалайыр тайпаларын өзімен бірге ертіп Қазақстан аумағына көшіп келді. Бұл тайпалардың араласуы нәтижесінде қазіргі қазақ ұғымы қалыптасты. Ғұндардың заманында да Қазақстан аумағында жұт пен құрғақшылық болғандықтан, олар да батысқа және оңтүстікке көшуге мәжбүр болған. Жошының Дешті Қыпшақ жеріне келгенде қатты ұнап қалып, тамаша жер екен, осында қаламыз деген сөздері деректерде кездеседі. Ал көшпегендері Моңғолияда қалып қойды. Қазірдің өзінде қазақтар Моңғолияда саны бойынша 2-ші орында тұр. Моңғолиядан табылып жатқан көне түркі іздері, балбал тастар мен күлтегін ескерткіші осыған дәлел.
иесіз жер бос жатпайтыны сияқты қазіргі моңғолдар Тунгус Манжур аймағынан көшіп келген. Жергілікті түркілермен араласуы нәтижесінде моңғол этносы пайда болды. Мөте ханға жер бер дегенде жер деген мемлекеттің негізі деп талқандаған дунхулар, кейіннен қайта құрылған сянбилер осы моңғолдардың атасы. Моғол деген түркінің бір тайпасы етін. Осылар жайла айтылатын орта ғасыр деректерін бәрін орыс ғалымдары моңғол деп аударып өзгертіп тастады. Моңғолдар өздерін ешқашан моңғол демеген, олар өздерін бурят, халха, жоңғар, қалмақ деп атаған. Оларға аталарың Шыңғысхан, сендер моңғолсыңдар деп айтып орыстар өзгертіп тастаған. Орта ғасырдағы арабтар да, европалықтар да Шыңғыс империясын татарлар деп атаған. Бұл картаны орта ғасырлық европалықтар жасаған. Көріп отырғандарыңыздай, Тартария деген атпен Шыңғыс империясын жазған. Шыңғысханның жерленгені мәлім, ал моңғолдар өлген адамды аңқұсқа жем болсын деп төбешікке тастап кететін. Жақын уақытта Иранда тарихи Сафавия деген атпен белгілі қолжазба табылды. 1509 жылы Шайбанид Қасым ханға Иран жеріне жорық жасауға әскер сұраған айтылады. Шайбан шах Қасым ханға жазған хатында Шыңғысханның тағы мен тәжінің мұрагері Дешті Қыпшақтың ханы Қасым деп басталады. Қасым хан әскер беріп сефевидтерге қарсы аттандырғанда, олардың жазбасында Қасым ханның баласы Шыңғысханның мұрагері, Шыңғысханның туын іліп көп әскер бастап келді деген сөздер әлі күнге дейін Иранда сақтаулы тұр. Сондықтан құрметті қазақ елі, біз өз тарихымызды керек етіп, орыстардың өтірікті сапырып жазып берген тарихын оқымай, дәлелдер мен саналы көзі ашық адамдар ретінде қарауымыз керек.